Қарасай Батыр атындағы орта мектеп. Бастауыш сынып мұғалімі Якияева Ақжарқын Сагидуллаевна. Біз адал елдің ұрпағымыз тақырыбының негізінде 3-ші сынып әдебиеттік оқу пәнінен адамдық борышың атты сабақ. Мақсаты: адамдардың өмірінде әділдік пен адалдықтың алатын орны ерекше екені туралы ой-пікірлерін кеңейту. Сабақтың тақырыбы: адамдық борышым. Шәкәрім Құдайбердіұлы. Сенің білетінің адамдық борышың өлеңінің тәрбиелік мәні. Сенің меңгеретінің өлеңнің негізгі ойын анықтау. Адалдық пен парасаттылық қасиеттерін меңгеру. Өлеңді түсініп оқы. Адамдық борышым. Адамдық борышым, халқына еңбек қыл. Ақ жолдан айнымай, ар сақта, оны біл. Талаптан да білім мен өнер үйрен. Білімсіз, өнерсіз болады ақыл тұл. Автор туралы мәлімет. Шәкәрім Құдайбердіұлы 1858-1931 жылдар аралығында Семей өңірінде туған. Ол өз бетінше оқып, араб, парсы, орыс тілдерін жетік меңгереді. Шәкәрімнің әдеби мұралары қазақ әдебиеті үшін асыл қазына болып есептеледі. Сондай-ақ Шәкәрім адалдық турасында мақтан үшін мал жима, жан үшін жи, ғибадат пен адалдық ар үшін жи деп бақыттың өзі адалдыққа негізделетінін айта келіп, парасатты тұлға болып қалыптасу үшін адам бойындағы асыл қасиеттердің бірлікте болуы керектігін ашып көрсеткен. Ол өзінің жырларында адамзаттың жалған жарықтарға алданбауға, болмашыны бұлдыр мен сылдырды малданбауға шақырды. Шәкәрімнің асыл ойлары адалдық, әділдік, ынсап, әділет, мейірім сияқты асыл қасиеттерді кірлетпеуге негізделген. Бұл ойлары қара сөзбен жазылған 3 анық философиялық трактатында айтылған. Адам ақиқатты бас көзімен көрмейді, ақыл көзімен көреді. Ұждан дегеніміз ынсап, әділет, мейірім. Балалар, адамдық борыш дегенді қалай түсінесіңдер? Жарайсыңдар, өте дұрыс айтасыңдар. Үлгі бойынша сөйлеуге жаттық. Борышым сөзін, парызым, міндетім деп айтып көр. Өте жақсы, жарайсыңдар балалар. Өлеңге сүйеніп, адамға тән жақсы қасиеттерді ата. Арлы болу, білімді болу, шыншыл болу, өнерлі болу. Адамға тән жаман қасиеттерді атап көр. Білімсіз, айлакер, жалқау, мақтаншақ. Жарайсыңдар, өте жақсы. Келесі тапсырма: сендердің борыштарыңа не жатады? Соны күн сәулелеріне орналастырыңдар. Өте жақсы, жарайсыңдар балалар. Тірек сөздерді сәйкес мақал мәтелдермен байланыстыр. Өз жауабын тексеріп көр. Жарайсыңдар. Балалар, берілген тапсырмаларды жақсы орындадыңдар, белсенділік көрсеттіңдер. Адамдық борыш ол адамдар арасындағы тату-тәтті қарым-қатынастар. Адамның өзіне ғана емес, өзгелерге де көрсете алатын қызметі. Адамдық борыш адал еңбек ету,
білім мен өнер үйрену, келешекке жол көрсету, үлгі болатын із қалдыру. Сонымен, бүгінгі сабақта өлеңнің негізгі ойын анықтадыңдар. Адалдық пен адамгершілік, парасаттылық мәдениетін меңгердіңдер. Сабағымыз аяқталды. Сау болыңдар.